Бүгін сіздерге балаңыздың бойы ұзын болып өсу үшін не істеу керектігі туралы айтып кететін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, мені қолдай кетіңіз. Негізі адамның бойы жасына да, жынысына да байланысты. Әрине, әр баланың тұқымына тартары анық. Дегенмен, баланың бойының өсуіне өзін-өзі дамытудың да алар орны ерекше. Егер баланың бойының өсуінде қиындықтар болса, ата-аналары бірден дәрігерлер көмегіне жүгінеді. Бой өсуінде артта қалушылық, яғни генетикалық, туа біткен, эндокриндік немесе басқа да аурулар, дұрыс тамақтанбау, витамин жетіспеушілігі себептерінен болуы мүмкін. Ал баланың бойының жылдам өсуі генетикалық себептерге байланысты. Оған қоса бойдың бірден өсуі ерте жыныстық жетілумен байланысты болуы ықтимал. Ерте жетілген баланың бойы бірден ұзарғанмен біраз уақыттан соң қатарластарымен теңеліп, тіпті олардан бойы қысқарып та қалып жатады. Ол үшін А дәрумені бар тағамдарды көп жеген жөн. Бұл дәрумендер бауырда, сүтте, жұмыртқаның сарысында, сондай-ақ сары қызыл көкөністерде, сәбізде, қызанақта, асқабақта болады. Бой өсіруге арналған дәруменге бай балық та жиі жеп тұруды ұмытпау керек. Сүйектің қатаюын қамтамасыз етіп, бойдың өсуіне ықпалын тигізер кальцийдің пайдасы мол. Ол қызылша, бұршақ қосылған тамақтарда, сүтте болады. Баланы кішкентайынан дұрыс тамақтандыра білген дұрыс. Бұл үрдісті ананың құрсағында жатқанда қолға алған артық етпейді. Ана тұтынған азық түлігінің алар орны зор дейді ғалымдар. Ал жүкті әйелдерге күніне 150 мг сүт ішуге кеңес береді. Ол буынның созылып, бойдың ұзаруына спорттың да пайдасы бар екенін атап өткен дұрыс. Сондықтан балаңызды кішкентайынан спортпен айналысуын қадағалаңыз. Өйткені қандай да жағдай болмасын, 1% қанға тартса, 99% еңбекпен келетін ұмытпағаныңыз жөн.